Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге өте оңай құрақтарын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Бізге керекті заттар: матовый белюр матасын алдым, қалам, қайшы, сызғыш, шыт мата, тігін машинасы керек болады. Шыт матамыздың биіктігінен дәл ортасын анықтап, екіге бөліп аламыз. Мен оңай жолын таңдадым. О баста 17-де 17 қылып есептеп алған шыт матамды екіге бүктедімді, дәл ортасынан қырқа салдым. Сіздер де сөйтіп жасасаңыздар болады. Матовый белюріміздің түгін анықтап алып, ең бірінші оңынан тігеміз, яғни түгін жоғары қаратып тігіп аламыз. Тігінді бастайын деп жатқан кезде инеден жібіңіз шығып кетсе, өте ашуланатын кісілер, сабыр сақтаңыздар. Құрақ құрау сабырлыққа үйретеді. Екінші қатарға белюрімізді теріс қаратып тігеміз. Дәл осылай енді екі қатар тіксек жетеді. Сонымен бар жоғы 4 қатар тігіледі. Жиегін бекіту мақсатында бір тігіп шығасыздар. Сол кезде құрақтарыңыз тегіс, әдемі болып тұрады. Артық матасын, жібін кесіп алып тастаңыздар. Достар, менде осындай әдемі құрақтары шықты. Мен бұны пагон құрағы деп атаймын. Неге десеңіздер, өздері өте пагонға ұқсайды ғой. Бүйтіп қойсаңыздар, әдемі болатын сияқты. Достар, осындай 4 штук пагон құрағын пайдалану арқылы, құрақтардың жиегіне тігу арқылы көрпеше жасауға болатынын білесіздер ме? Мен ауылда тұрамын, мына қараңыздар достар, менің ауылымда осындай неше түрлі жәндіктер көп. Біз бұны дәуіт деп атаймыз. Кішкентай кезімізде дәуіт деп айтатын едік қой. Сондай жәндік. Қош келдің менің YouTube каналымдағы достарым. Сіздер қай қаладан боласыздар? Мен Қызылорда қаласы, Шиелі ауданынанмын. Бізде ауылда бұндай жәндіктер өте көп. Осындай пагон құрақтарын шек құрақтың жиегіне тігу арқылы көрпеше жасауға болатынын сіздер білесіздер ма? Менің ендігі келесі видео осы пагон құрақтарынан шай көрпешенің жасалуын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.